Міне, ассаламағалейкум. Қараңыздар, мына ОСБ-да, міне ОСБ-да, мысалы. Анау бір 2 ай болған ОСБ, мынау кеше алған ОСБ-да. Енді қараңыздар, мынау 5200 теңге ОСБ. Мынау тоже бұл опилкіден жасалған ағаштың несінен. Бұл 17 мың тұрады. Енді қараңыз, бұл краскіленген түрі да, міне. Ал бұл қайдан шығады? Мына қамыстан шығады. Мына ОСБ қамыстан да. Кәдімгі өсіп тұрған қамыстан. Ағайындар, міне қараңыздар. Енді қараңыздар, мына қарайып кетеді. Мына шамал қоспасын айтайын. Мен қоспасын көп білмеймін. Бірақтан бұнаған қараңыздар, міне. Менде құралдар жоқ. Опай кетеді да, қараңыз. Кейбір жерде тұрып қалады ғой. Сол міне тұрып қалғаны ол клей. Жаңа айтқаным қалай? Қайда? Міне. Міне қамыс. Қараңыз міне. Қамыс міне. Көрдіңіз бе, міне қамыс. Осыны неге өзіміз істемейміз? Атырау облысы Құрманғазы ауданы кәсіпкерлер және Астырқынан 5200-ден алам. Қандай ток Астырқынан аламыз ғой. Олар біз алған сайын қымбат сей береді. Одан кейін кәсіпкерлер де қымбат ұста береді да. Ал менің әжетханамды неге алмайсыздар мысалы? Мен басталғалы 50 мыңнан сатып кәдім. Енді мынау ағаштан істедім специально. Көрейік, ал халықты көрейік, ал халық осы ойлана ма екен деп нетіп отырмын. Ойланғанда ойланады ғой, бірақ та мына Астырқын 5 мың етті деп біздікілер тағы қоса береді да. Көрдіңіздер ма? Кәсіпкерлер, әкімнің орынбасарлары, әкімшілік, маслихат депутаттары, сенат депутаттары ма қалай еді? Неге десек, мен айтқым келіп отырған себебім, Қызылордадан мен алсам, мысалы, 5200-ге емес, тоже білмеймін. 5200-ге алсам, Астырқынан олай келмейді ғой енді. 5000 теңге алсам, Қызылордадан. Ол біздің өнімді. Керемет емес бана, баяғыда кімге күліп жүрдік қой біз, Қарағұсова деген апамызға, депутатқа. Оның қызы деген қазір әлемді жаулап жатыр, ойлап қараңыздар, Димаш сияқты. Орысша сөйлей алмаса да, бірақ ана тілі қазақтың мына Атыраудан апасы ғой баяғыда. Сол сияқты оны айтудың себебі мінеуір. Не сияқты ғой? Мінеуір. Опилкіден жасалған 17 мың тұрады, ал мынау деген 5200 теңге тұрады. Ойланайық, кәсіпкерлер, таратайық. Мен неге мынаны сатып алам мен Астырқынан? Стройматериалдан ала берейін. Стройматериалдағы бастықтар, кәсіпкерлер неге Қызылордадағыдан алмайсыздар? Немесе өзіміз баяғыдағыдай істемейміз. Мына Теңіз ауылдық округінде болды ғой. Ол станогы қайда? Неге сатып жібердіңіздер? Ол жағын білмейміз. Бірақ соны жандандырайық ма? Қиын, қалдаға тейді достар. 55 мың сатам, өтпейді. Еще айтады, неге арзан дейді. Кәсіпкерлерге айтыңыздар. Мені кәсіпкерлерге барып айтыңыздар, кәсіпкерлерге. Мен таңертең кешкенен істеймін, шаршайып, бұны тазалайым, аппақ етіп маңара. Келіп алып сосын айтасыздар. Ол мына зейнеткерлер, мысалы, біздің зейнеткерлеріміз бар, мұқтаж жандарымыз бар, мысалы. Біз бөлеміз ғой, өзімізді ойлап қараңыздаршы. Біз бөліп жатырық, өзімізді қазақ бөліп жатырық. Ал келіп алып кеше ана блогер келіп үстінен арыз жазып жатыр. Одан кейін ана қыз шырылдап, ол тағы жазып жатыр. Бірақ бәрі қазақ сотталып жатқан. Көрдіңіздер ма? Ал қандай демемен де қараңдар, мына қарбызды көрсетем. Ексең мына қарбызды шықпайды ағайындар. Мына екпесең өзі шығып тұр, қарашы. Мына ексең шықпайды, мына ексең қиналып шығады. Одан кейін сатамыз, сол кезде бір айтпаймыз ғой біз қарбыз сатып тұрған адамға. Тұстағы 4000 теңге килосы 200 теңге десе, түсіңізші 150-ге демейміз ғой. Сол сияқты мынанда мен түсіңізші деп айтқанда да түспейді бұлар деген. Түспейді, мен көзім жетіп тұрып айтып отырмын мен сіздерге. Көзім жеткеннен кейін мен кеше осы материалды алу үшін 3 күн күттім. Мен бара алмаймын анаққа. Мен әкелу керекпін, түсіру керекпін, бір жағдайларға беру керекпін. Мысалы, мына шөп, қорадағы шөп бар емес пе? Шөп қайда? Қорадағы шөп міне. Мына шөпті жылу үшін ағайындар. Мына шөпті жылу үшін мен біреуді шақырам. Мен өзім оппа деп жұлыптасам мен мысалы. Мен біреуді шақырғанға оған темекісін берем, қырт-шыртын берем, ақшасын берем мысалы да. Ал осы шөпке үкімет бәле миллион ақша төлеп жатыр ағанда. Ал мен сыртта түсіре алмаймын, мен просто сыртта қатты түсірмеймін де өзіме
өзім біреулер шақырады, ананы түсірші, мынаны түсірші деп. Мен блогер емеспін, біріншіден. Екіншіден, мен туалетті сата алмай отырмын. 4 ай болды, мына туалет сата алмай отырмын. Неге қымбат дейді. Откажшы, мынау қымбат кеткен екен. Мен қайдан білейін? Мен 50 мыңнан сатып алдым осы күнге дейін. Жоқ, мен сізден 55 мыңға алдым деген адам болатын болса, 3 адамға саттым 55 мыңнан. Ол метр 20. Метр тау осы туалетті, мен тау осы туалетті мен деген 55 мыңға саттым. Краскілеп. Қалғандары білмеймін, ағайындар, хабарласыңыздар. Міне, осы нені жандандырайық. Кәсіпкерлер, депутаттар, міне. Россиядан алмайық, Ресейден. Достасып жатыр ғой. Ресеймен доспыз, Қырғызстанмен доспыз, Қарақалпақстан доспыз, Өзбекстанмен доспыз. Ал кезінде қалай болды Қарақалпақстан, білесіздер ма? Олар қараптан қарап Өзбекстанға қосып кетті. Қазақтарға қосылғанша деп Өзбекстандарға қосып кетті Қарақалпақстан кезінде. Білсеңіздер, қараңыздар, білмесеңіздер. Ассалаумағалейкум, рахматуллахи ва баракатух. Міне, опекадан істелді ма? Міне опек толып тұр керек па? Міне опек толып тұр опек деген. Опек толып тұр, мен де ойлап қараңыздар. Көрдіңіздер ма, достар, 2 видео түсірдім осы қамыс жайлы. Міне, қамыс, мынау қамыс. Мынау тұрған қамыс, достар. Бағана айтайын кетейін деген бір-бірімізді өсектеп жатық, бір-бірін жамандап жатық та, соттатып жатық та. Ал қараңыздар шал, Германия дейді кезде әке шешелеріміз бәрі өлді, тынды. Енді Германиямен доспыз, Швейцариямен доспыз, Франциямен доспыз. Ал қараңдаршы, 1989 жылы не болды, 1986 жылы не болды. Көрдіңіздер ма? Ал біздің әлі Ресейден алып жатырмыз. Жақсы, мемлекеттік тіл өзгермей ақ қойсын, бірақ өзгертеміз деп жатқан бір адам жоқ. 7-ші бап 2-ші тармағы тұр. Соны алып тастамай қазақ нығаймайды. Міне, Ресейдікіне. Уже зәру болдық Ресейдікіне. Жақсы. Міне. Ағаш жайлы айттым. Міне. Мынау өрде 20 мың теңге тұрады ал. Алсаңыздар. Неге десең, мынау деген 2 мың теңге тұрады. Мынау деген 18 теңге тұрады. Мынау деген 16 теңге тұрады. Көрдіңіз ба? Абрешетка деген 2200 теңге. Абрешетканы білесіздер ма? Абрешетка деген 2200 теңге. Міне. Мынау 2200 теңге. Бұл да әртүрлі. Нан деген бір жерде 160 теңге емес па? Нан деген. Сол үшін мына дұрыстап қарау керек. Бәрі бірдей болсын. Сауда. Мен сазан алам ба 1000 теңгеден 1200-ден сатамын мысалы. Сол сияқты бұлар деген вообще қымбат түсіп жатыр бұлар деген. Ағайындар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әжетхананы мен енді сата алмаймын 50 мыңға. Мынау қымбат түсіп кетті. Вообще қиын мынау деген бар ғой. Есін кетіп жасайыншы жұмысты ағайындар. Көмектесейік, таратайық. Өзіміз мына кәсіпкерлерге жәрдем берейік. Несие беріп жатыр мына кімдер? Әкімшілік кәсіпкерлерге заманның талабына сай қымбат суына байланысты деп. Кәсіпкерлер осыны жасаңыздар. Осы жұмыста істейді адамдар, қамыс шабады. Қаншама қамыс далаға өртеніп жатыр.